Орта әрине әсер етеді. Өйткені қазақта мынандай сөз бар: сенің кім екеніңді айтып берейін ба дейді. Өзің туралы айтпай ақ қой, сенің кім екеніңді айтып берейін ба дейді. Айтып бер десеңіз, ортаңды көрсет маған дейді. Яғни кіммен араласатын ортаңды маған көрсет, сенің кім екеніңді айтып беремін дейді. Бұл деген сөз, сіздің ортаңыз қандай, сіз сондайсыз деген сөз. Немесе қазақта екінші мынандай бір сөз бар: сынықтан басқасын бәрі жұғады дейді. Яғни орта өте маңызды бұл. Енді бұл орта біздің жалпы қазір осы бүгінгі сол эфирімізде кішкене жалпылама 5-ке бөлдік. Бірінші бізге әсер ететін бірінші жолы бұл біздің мынау руханиятымызға, мінезімге әсер етеді. Яғни біздің араласатын орта, егер мынау жан дүниесі бай, мінезі көркем орта болса, сіздің де жан дүниеңіз бай болады, сіздің де мінезіңіз керемет, сондай бір адам болып жүреді екенбіз қоғамда. Егер ортаңыз руханияты төмен, мінезді өте нашар орта болса, онда сіздің де мінезіңізге міндетті түрде әсер етеді ол. Міндетті түрде сізде солардың жаргонымен сөйлей бастайсыз, сізде солардың көрінісінде киіне бастайсыз, сізде дәл солардың жүріс тұрысын бәрі кәдімгідей сізге өтеді, кәдімгідей жұғады. Мынандай бір кітапта қисса бар, бірақ алатын ғибрат бар. Орманда аңшы келе жатса, бір үйректің кішкентай балапанын көріп қалады. Жоғарыда бір ұядан түсіп қалған ба, қараса ешқандай не жоқ, соны балапанды көтеріп үйіне алып келеді да, өзінің тауықтарының шыққан балапанға қосып қояды. Солармен жүре берсін дейді. Арада күндер өтеді, айлар өтеді, сөйтіп жаңағы тауықтың балапандары да үлкен болып өсе бастайды. Олардың ішінде жүрген жаңағы үйрек та, ол да есейіп, күндердің күнінде аулада бітіп, сол балапандарымен, тауықтың балаларымен жүрсе, аспанға қараса, аспанда ұшып баратқан үйректерді көреді. Сонда жаңа үйректің жаңа балапан армандайды екен: Алла Тағала мені тауықтың баласы емес, осындай ұшатын үйрек қылып жаратқанда қандай жақсы болар еді. Бірақ ол үйректің баласы өзінің үйрек екенін білмейді дейді. Не үшін десе, өйткені оның ортасы солай болды. Оның көрген білгені сол тауықтың балалары секілді тек жерде жүруді деп түсінді. Ал бірақ өзін қараса, егер ортасын өзгертсе, ол негізінде оның потенциалы, мүмкіншілігі өте үлкен еді. Бұдан алған ғибратымыз, құрметті жастар, демек біз ортамызды қарауымыз керек. Егер сіздің мінезіңіз нашарлап кеткен болса, сізді үлкендерден, сізді танитын адамдардан сөз ести бастасаңыз, саған не болған, сен ондай емес едің ғой алдын, сен байқауымша кішкене өзгеріпсің ғой, яғни жаман жағына деп жатса, біліңіз, ортаңызды өзгертіңіз. Ол бірінші себеп. Екінші, біздің өмірімізге әсер ететін екінші мәселе, біздің мынау табысымызға әсер етеді. Яғни орта. Бас қосқан жерде сондай бизнес туралы, табыс туралы, адал табысты қалай дамыту керек жайында сондай орта болса, сіз ортада әрдайым жүруге әрекет жасаңыз, солар әңгімесін көп тыңдаңыз. Дәл солардың табысына жете алмасаңыз да, жететіндей деңгейге барасыз, Құдай қаласа. Өйткені мамандар, ғалымдар айтады, әлсіздердің ішінде мықтысы болып жүргеннен көрі, мықтылардың ішінде әлсіз болып жүргенің әлдеқайда саған жақсы дейді. Сол мықтылардың, Абай атамыз айтқандай, дәл сондай болмасаңыз да болуға ұқсайсыз. Яғни олардың сол мықты табыс табатын көздері сізге міндетті түрде сол баракат келеді. Сіз де соны қайталай бастайсыз, сол әдеттерін сізде оны үйреніп, оны іске асыра бастайсыз. Немесе екінші табыс таппайтын орта бар, жалқау, нәпсіге берілген, отырып алып, ананы жамандайды, мынаны жамандайды, жұмыс жоқ дейді, анау дейді. Сондай ортаға түсіп қалған болсаңыз, біліңіз, ондай орта өздері өспейді, сізді өсірмейді. Сол үшін мынау материал жағынан табысыңыз кішкене әлсіз болып жатса, сол отбасыңызға, өміріңізге сондай бір қиыншылықтар келіп жатқан болса, біліңіз, демек ортаны өзгерту керек сізге. Қандай орта? Жаңағыдай болашаққа ұмтылып жатқан, жақсылыққа дамытып жатқан, білім ізденіп жатқан, шетелге барып, мамандардың тәжірибе алып жатқан ортаға кіріңіз. Ондай орталар бар, Аллаға шүкір. Ондай жастарда қазір орталар көбейіп келе жатыр. Сондай ортаға барыңыз, сол орта сізді дамытады, және жаңағыдай табысыңызға және табыс қосуына сіз үйренетін боласыз. Әсер ететін үшінші мәселе, ол біздің отбасымызға, балаларымызға әсер етеді. Егер дұрыс орта болса, балаларымызды араласып, отбасымен араласқан кезде, біздің балаларымызды, біздің араласатын отбасымыздың балаларынан үйрене бастайды екен. Оларда болашақта жас болса да, бірақ бас болатын үлкен мәселені ойлана бастайды, толғана бастайды. Ал екінші жағы бар, егер дұрыс емес ортамен отбасы жағдайда араласатын болса,
сол дұрыс емес ұғым, сол көрініс балаларға әсер етеді. Қараса, балаларда ешқандай бір мақсат жоқ, ешқандай нәрсеге ұмтылмайды, не спортпен айналысқысы келмейді, кітап оқығысы келмейді, бір кәсіптің бастағысы келмейді, телефон шұқылап, болмайтын жерде уақытын өткізіп. Бұл балаларға бұндай дерт қайдан келді десе, бұлардың ата-аналарынан келіп жатыр. Ата-анасына қайдан келді десе, ортадан келіп жатыр. Ондай да өмірде сондай кезеңдер болып жатыр. Сол себепті демек, отбасымыз бұл өмірдегі өте үлкен нығмет, Алланың берген аманаты. Демек, оны сақтау әр әкенің ол борышы, міндеті. Демек, бұндай дерт дамымайтын осындай орта білек отбасымызға да әсерін тигізбей қоймайды екен. Сол себепті ғалымдар айтады, балаңыздың, яғни болашақта жақсы, мықты азамат болған әрбір әке қалайды. Демек, сіз жақсы ортадасыз ба, жаман ортадасыз ба екен қалай ажыратамыз десе, мынандай бір жолын айтып кеткен. Сіз сол араласып жатқан ортадағы әрқайсысына балаңызды теңеп көріңіз. Яғни үлкен ұлым, балам, мынау араласып жатқан мына кісі сияқты болғанын қалайын ба, қаламайын ба деп өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. Қой құрысын, мен балам ондай болудан Құдай сақтасын десе, онда ол ортадан кету керек сізге. Өйткені сіз балаңызды қаламайсыз сондай адам болғанын. Демек, ол дұрыс емес орта. Екінші көрініс, балам мына досым секілді болса, ортаңғы балам мынау секілді болса, кіші ұлым анау секілді болса, қандай жақсысы болар десе, демек ол жақсы орта. Яғни ол ортадан кетпеңіз, өйткені ол керемет орта. Өйткені сіз сол ортада жүріп, сіз армандап жатсыз. Қанет балаларымда осындай достарым секілді, осындай орта секілді азамат болып өссе десеңіз, демек ол жақсы орта. Міне осы демек отбасымызға бұл ортаның міндетті түрде әсерін тигізбей қоймайды екен. Одан кейінгі төртінші әсер ететін мәселе біздің ортамыздың, бұл біздің денсаулығымызға әсер етеді. Денсаулығымыз. Спортпен айналысатын, өмірге құштар, жақсы нәрсеге ұмтылып тұратын орта сіздің денсаулығыңызды міндетті түрде жақсартады. Өйткені бұл денсаулық негізінде адам жақсы нәрсені ойламаған кезде денсаулық құрай бастайды. Яғни жақсы нәрсені ойламасақ, міндетті түрде жаман нәрсені ойлай бастаймыз. Оңшең негатив, оңшең жаңағыдай бір дұрыс емес нәрсені адам ойлай берген кезде, бұның бәрі жүйкемізге ол салмақ, денсаулығымыз бірінен кейін бірі құрай бастайды екен. Ол бауырға әсер етеді, ол бүйрекке салмақ салады, осылай. Ал дұрыс орта болса, кәдімгідей көріп тұрсыз, жақсы нәрсеге ұмтылып жатсыз, сол ортадағы сол көрініс міндетті түрде сізді жақсылыққа ұмтылдырып, денсаулығыңызға қарай бастайсыз, дәл солардың қимылын жасай бастайсыз, солардың қолданып жатқан тағамдарын қолдана бастайсыз, осылай. Демек, міндетті түрде біздің денсаулығымызға араласатын орта әсерін тигізеді екен. Және бесінші әсер ететін мәселе ортамыздың, бұл біздің осы дүниедегі ұстанымыз және ақыретімізге әсер етеді екен. Яғни, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, ортаның ең жақсысы, сендер олармен жолыққан кезде Алланы еске алатын орта қандай жақсы орта деп мақтаған хадисін білеміз. Демек, сондай орталар бар екен, орта бізде әсер етеді екен. Ол ортаны көрген кезде намаз есіңізге түседі. Ол ортаны көрген кезде Рамазан есіңізге түседі. Рамазан таяп келе жатқанын айтып жатыр да ол орта сізге. Ол орта Алланың беріп жатқан нығметіне зекет беріп жатқанын айтып жатыр. Ой, осындай қайырымдылық қылайық, бос күндер давай бас қосып, мынандай бір отбасын қуантайық. Осы орта сіздің ақыретіңіздің дамуына көмектеседі. Немесе керісінше, Құдай бетін Аллах етсін, ол орта сізді жаман жағына күнә істейтін ортаға алып кетеді сізді. Нәпсі құмарлыққа, жаңағыдай ойын құмар, ішімдік, зінақорлық, тағы басқасын. Алла бетін Аллах етсін. Адамдар өзі жалғыз жасамайды бұндай күнәларды, ортамен істейді екен. Яғни біреулер бір-бір насихаттайды да, қызықтырады. Шаршадық қой, демалайық та, кішкене көңіл көтерейік та, енді дүниеде өлеміз бе, таста қайтесің, кеттік мына жаққа деп, адамдар бір-бір насихаттап, күнәға да жасап жатқан орта бар. Немесе, досым, қайтесің, Құдайдан қорықсай, бұл дұрыс емес қой, кесейін мына жаққа. Алланың бұйрығын орындайық, сол арқылы отбасымыздың жақсаруына, балаларымызға үлгі болатын, және сол арқылы қоғамға көмегім тигізетін нәрсемен айналысайық. Ертең Құдайдан Алла барған кезде есеп береді екенбіз. Ол күні не деп есеп береміз? Дайындықпен бармасақ деп, сондай орталар бар да, руханият ортасы деп айтады. Міне демек, осы 5 нәрсені айтып шықтық. Сол 5-ші демек, міндетті түрде дүние ақыретімізге әсерін тигізбей қоймайды. Яғни орта. Сол себепті құрметті жастар,
жаңа айтылғандай тек қана сол жақсылыққа ұмтылатын, тек қана қоғамға пайдасы тиетін және өмірде адамдық миссиясын орындап жүрген осы 5 ортаны айтып шықтық. Сол ортаға ұмтылайық. Алла тағала осы айтып жатқанымызға амал істеуімізді нәсіп етсін. Құрметті жастар, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар және оны өзгелерге бөлісуді айтып ұмытпаңыздар. Өйткені ол өзгелердің де жақсы амал істеуіне себепкер болсаңыздар, Алла тағала баршамызға осындай мол сауап беретіндігін уәде еткен. Алла тағала баршамызға жар болсын.